Ашытқысыз бауырсақ және пирожки дайындаймын. Ол үшін маған керегі жылы кефир және сода, тұз, құмшекер. Осылардың барлығын араластырып 10 минутқа қойып қоямыз. Енді қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақ болу керек, бірақ қолға жабыспау керек. Және өте қатты қылып илемейміз. Ұнды мен көз мөлшерімен салдым. Иленіп біткен қамырымызды 20 минутқа қойып қоямыз. Енді қамырымызды қатты жұқа қылмай жайып аламыз. Дайын болған қамырымызды осылай кесіп аламыз. Кесіп болған бауырсақтарымызды үстін майлықпен жауып 10 минут қойып қоямыз. Қалған қамырдан мен пирожки дайындаймын. Салмасына картопты езіп салдым. Сіздер қалауларыңыз бойынша салсаңыздар болады.
мінекей менің мини пирожкилерім және бауырсақтарым дайын болды. Арасы шикі емес. Бұндай пирожкилер балалардың жеуіне өте ыңғайлы.